Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен кез келген ас үйден табылатын қарапайым лавр жапырағының керемет пайдасы мен қасиеттері туралы айтатын боламыз. Пайдалы ақпараттарды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыз. Лавр ағашы оңтүстік Азияда, Жапонияда табиғи өсетін болса, Қара теңіз жағалауында қолдан өсірілетін мәңгі жасыл болып тұратын ағаш өсімдігі. Оның биіктігі 25-30 метрге дейін барады. Жапырақтары жұмыртқа формалас, ақшыл сарғыш гүл ашады. Гүл жапырақшаларының ұзындығы 5-11 см аралығында болады. Жемісі сүйекті қарақоңыр болып келеді. Гүлі мамыр-маусым айларында ашылып, жемісі қараша айында піседі. Жапырағын жас бұтақтарымен жылына 2 рет маусым-тамыз айларында қырқып алады. Жемісін күзде жинайды. Оның дәнінен, тамырынан камфора иісті затын, эфир майларын өндіреді. Лаврдан бізге жететіні лавр жапырақтары, эфир майлары, түрлі дәрі-дәрмектер деуге болады. Соның әр үйден табылатыны жапырақтары. Енді оның емдік қасиеттеріне тоқталып өтейік. Біріншіден, суық тиіп, қатты жөтел қысқан кезде 2 тал лавр жапырағын 1 стакан суға салып, үстінен 1 ас қасық ас содасын салады. 15 минут ақырын қайнатады. Осыған 1 ас қасық бал қосып, жылыдай ішеді. Лавр жапырағын алып тастайды. Ішкен кезде үнемі жылы болуы қажет. Бұдан жөтел тоқтап, қақырық шыға бастайды. Екінші, көз балшықтанып, түйіліп ауырған кезде 4 тал лавр жапырағын ұнтақтап, жарты стақан қайнап тұрған суға салып бұқтырады. Осы сумен жылыдай көзді жуады, тампон қояды. Осы судан ішуге де болады. Үшіншіден, лавр жапырағынан ұнтақталған 2 ас қасықты алып, 1 стакан қайнап тұрған суға 2 сағат бұқтырамыз. Осыны құлақтан ірің су аққан кезде ішіне тамызатын болсақ, керемет пайдасы тиеді. Төртінші, 10 тал лавр жапырағын ұнтақтап, 1 стакан қайнап тұрған суға салып, 1 сағат бұқтырады. Тік ішек шыққан кезде жылыдай осыдан дәкеге сіңдіріп, арттан тығып қояды. Әр 2 сағат сайын ауыстыруға болады. Бесінші, сусамыр ауруына 10 тал жапырақты ұнтақтап, 3 стакан қайнап тұрған суға 3 сағат бұқтырады. Осыдан күніне 3 рет, әр жолы 3 ас қасықтан ішіңіз. Алтыншы, буын, сал, дірілдеп ауруға 30 грамм лавр жапырағын ұнтақтап, оған 200 грамм тазартылмаған күнбағыс майын құйып 10 күн тұндырады. Осыны сығып, басқа ыдысқа құйып алады да ауырған жерді сылап орайды. Жетінші, адам ағзасынан артық тұзды шығару үшін 5 тал жапырақты жарты литр суда 10 минут ақырын қайнатады. Жылыдай сүзілген осы суға 1 ас қасық бал, кішірек 1 лимон шырынын қосып, араластырып, 1 күнге түгел бітіреді. Сегізінші, қан қысымын төмендету үшін 4 тал лавр жапырағын 1 стакан қайнап тұрған суға 30 минут бұқтырады. Таңертең кеш ас алдында бөліп ішеді. Егер қан қысымы 160-90 болса, жоғарыдағы мөлшерде 1 шай қасық аскөк қосуға болады. Егер де менің пайдалы ақпараттарымды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыз.